Достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта антидоттар фармакологиясын талқылайтын боламыз, достар. Яғни белгілі бір препараттармен уланған кезде не істеу керек екені жайлы айтамыз. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша фармакологиялық контентті қолдап кетіңіздер, достар. Достар, бүгінгі сабақта мен орысша слайдтан алдым, оны қазақша сіздерге аударып айтып беретін боламын. Өз тілімде түсіндіруге тырысамын. Антидоттар дегеніміз уға қарсы заттар. Олар біздегі, например, кейбір белгілі препараттарды көп дозада қабылдап қойған кездегі беретін заттарды біз антидоттар деп атаймыз. Осы кезде ол заттар ағзадағы токсикалық дәрінің токсикалық әсерін азайтады, одан кейін оны тез шығарып жіберуге көмектеседі екен. Антидот дегеніміз бізде этиотропты заттар болып есептелінеді. Ең бірінші біз наркотикалық препараттармен, наркотикалық анальгетиктермен уланғанда не істеу керек екенін жайлы айтайық. Оған жататын препараттар бізде морфин, кадеин, этилморфин, пентазацин деген препарат, промедол, трамадол, фентанил, яғни ауырсынуды басу үшін. Морфин, например, инфаркт миокарда кезінде қолданады, инфаркт миокарда, промедол, трамадол деген препараттар, олар бізде ауырсынуды басу үшін көбіне осы промедол мен трамадолды қолданады. Енді бұл кезде қандай клиника болады осыны көп қабылдап қойғанда? Орталық жүйке жүйесі бізде басылып қалады, осы кезде сопыр кома жағдай дамиды. Одан кейін біздегі морфиннің ең жағымсыз әсерінің бірі ол бізде сопақша мидағы тыныс алу орталығын тежеп тастайды, апной тыныс алу орталығы тежеліп қалады. Осы қауіпті, осы наркотикалық анальгетиктердің ең бір жаманы осы эйфория, дисфория болады. ЖКТ бізде не істейді? ЖКТ-ның қызметі төмендейді, асқазан ішек қызметі төмендейді, перистальтика төмендейді, біздегі зәр шығару төмендейді. Зәр шығару төмендегендіктен бізде жаңағы острая задержка мочи дамиды, брадикардия, артериальный давление төмендейді. Өйткені бізде сопақша мидағы бүткіл миды тежеп тастайды. Сопақша ми ол барлық жаңағы ағзамыздың қызметін үйлестіріп тұрған негізгі орталық, соның бәрі тежеледі. Осы кезде бізде құсу, жүрек айну, миоз, осындай нелер болады екен. Енді осы кезде біз осы наркотикалық препараттар көп қабылдап қойғанда налоксон, нальтрексон деген препаратты береміз. Ол антидот. Осы кезде бізде жаңағы тыныс алу орталығын ретке келтіреді да, біздегі жаңағы науқастың есін жиюға көмектеседі екен. Осындай міне. Налоксон, нальтрексон деген препаратты жаттап алыңыздар. Одан кейін міне фосфорлы заттармен уланған кезде оған, например, дихлофос, тиафос, карбофос, метафос. Фосфор органический соединение деп аталынады, орысшасы. Осы кезде біз атропин деген препаратты береміз. Атропин сульфаты деген препарат. Атропин сульфаты ол бізде М-холиноблокаторларға жатады. Ал мына фосфорлар біздегі жаңағы ацетилхолиннің көп жаңағы өндірілуін көмектесіп жібереді. Яғни ацетилхолинді слишком көп активтеп жібереді осы фосфорлы органикалық заттар. Осы кезде жаңағы бізде жаңағы нелер болады, например, неврит, паралич, судорогимен көрініс береді. Дыхание бізде не істейді, бұзылады, сосын науқаста отек легких дамуы мүмкін. Сосын возбуждение, заторможенность болады, цианозға дейін алып келеді. Осы кезде біз атропин сульфатын береміз. Атропин сульфаты ол біз М-холиноблокатор, холинестеразаны не істейді, біздегі ацетилхолинді тежеп тастайды. Ал фосфор органикалық заттар олар ацетилхолин эстеразаны күшейтеді. Яғни оны тежеп тастағандықтан бізде ацетилхолин өте көп өндіріле береді. Ал парасимпатикаға қосыла берген кезде бізде жаңағы науқаста көп жағымсыз әсерлер дамиды. Келесі транквилизаторлармен уланған кезде оған жататын препараттар бізде бензодиазепиннің туындылары деп аталынады. Яғни эпилепсия қарсы препараттар деп айтсақ та болады бұл транквилизаторларды. Бұған нитразепам, диазепам, екінші аты реланиум, ең көп қолданылатын реланиум аты, феназепам, мезапам деген препараттар. Достар, көрдіңіздер, бір классификацияға жататын препараттар ұқсайды екен аттары. Енді бұл жерде не болады? Осы кезде жаңағы бұлар бізде жаңағы бензодиазепиндік рецепторларды тежеп тастайды. Тежеп тастаған кезде не болады бізде? Бізде ГАМК тежеледі. ГАМК тежелгеннен кейін біздегі жаңағы судороги бәрі басылады ғой. Осы кезде бізде жаңағы науқаста жаңағы ұйқысыздық, релаксация, угнетение ЦНС. Яғни біздегі орталық жүйке жүйесі біздегі
көп зақымдалатын болса, көп жаңағы басылып қалатын болса, науқаста көптеген жағымсыз әсерлер дамиды. Осы кезде жаңағы науқас қайтыс болып кетуі де мүмкін. Көп жаңағы побочный действие өте көп болады. Осы кезде біз флумазинил деген аннексат деген препарат қолданады екенбіз. Бұл бензодиазепиндік рецепторларды не істеп тастайды, жаңағы транквилизаторлар, ал олар бензодиазепиндік рецептор тежеп тастаса, ал бұл жаңағы флумазинил деген препарат ол осы жаңағы рецепторды транквилизаторлардан босатып алады. Осылай босатып алады да ЦНС-ті орнынан қалпына келтіреді екен. Яғни орталық жүйке жүйесін қалпына келтірсе, бізде тыныс алу, сосын науқастың есі жиылады. Осылай міне тыныс алу қалпына келеді екен. Келесі бізде гепарин. Яғни гепарин дегеніміз ол передозировка, яғни көп болып кеткен кезде ол қанды вообще сұйытып тастайды ғой, иә. Осы кезде жаңағы микро-макро гематурия, сосын мұрыннан қан кету, одан кейін жаңағы шырышты қабаттардан қан кету, петехия экхимоздармен көрініс береді екен. Немесе ол жаңағы брюшина, сосын жаңағы забрюшный пространствоға қандар жиналып кетеді. Қан жиналып кетеді, гематома айналып кетеді екен. Осыларға біз алдын алу үшін не істейміз? Протамин сульфат деген препаратты береміз. Протамин сульфат ол бізде жаңағы 1 миллиграммы ол 100 единица гепаринді тежей алады екен. Осылай міне біз бере екенбіз. Яғни гепарин десеңіз, осы кезде біз протамин сульфатты еске аламыз. Бұл скорый помощьта өте көп керек бұлар. Жақсы білуіміз керек. Атропинмен уланғанда. Атропиннің өзіне антидот керек. Бізде атропин ол эмхалиноблокатор, жаңағындай айттым. Бізде осы кезде парасимпатика вообще не істеп кетеді. Яғни тежеледі. Осы атропин сульфаттың әсерінен мынандай клиникамен көрініс береді екен. Ол бізде жаңағы қарашық үлкейеді, немесе ол вообще светке не реагирует. Одан кейін сухость болады. Өйткені бізде парасимпатика тежеліп тұр. А симпатика бұл кезде уже ол жаңағы неге әсер ете алмай қалады. Біздегі жаңағы шырышты қабаттарға, теріге әсер етпейді, сондықтан бізде құрғақтылық дамиды, сосын температура көтеріледі. Одан кейін галлюцинация, психомоторный возбуждение болады, одан кейін паралич дыхательный центр. Өйткені парасимпатика тежеліп тұр, достар. Парасимпатика тежеліп тұрғандықтан осындай жаңағы паралич болады. Көрдіңіздер, бүткіл препараттардың ең жағымсыз әсері осы көп передозировка болып кетсе, паралич дыхательный центр болады. Сопақша мидағы тыныс алу орталығы тежеліп қалады екен. Осылай артериялық давление түсіп кетеді. Артериялық давление түсіп кетеді, өйткені ол эмхалиноблокатор ғой. Ал уже ол тежеп тастайды. Осы кезде немесе түсіп кетеді, немесе жоғарылап кетуі мүмкін, тахикардия болады. Өйткені біздегі жаңағы достар, симпатика мен парасимпатиканы логически не істесеңіздер, сіздер түсіне бересіздер. Тахикардия не үшін болатын, бәрін уже мен алдыңғы видеомда айтқан болатын. Осыған тақырыпқа, яғни холинергиялық заттарға байланысты түсіндірген болатын. Сол видеоны көріп алыңыздар, достар. Одан кейін тошнота, рвота болуы мүмкін. Осы кезде біз прозерин деген препаратты береміз. Прозерин дегеніміз ол бізде осы атропин сульфатының антидоты. Екінші аты галантамин деген препарат. Ол бізде осы атропин сульфатымен шақырылған побочный эффекттерді клиниканы төмендетеді екен. Достар, міне, яғни қысқаша сіздерге айттым бұл антидоттарды. Достар, видео пайдалы болса, достарыңызға таратып, осы каналыма тіркеліп, қазақша фармакологиялық контентті қолдап кетіңіздер.